Ассалаумағалейкум. 21 ғасырда Қытайда адамдарды қинау, тірі адамдардың органдарын алу сияқты қаныпезерлік орын алуда. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдемесіне сүйенсек, соңғы 20 жылда Falun Gong атты діни топ жұмыс істеген. Оларды Қытай үкіметі қамап, өлтіріп, топ мүшелерінің органдарын, соның ішінде бүйрегін, бауырын, жүрегін, өкпесін, терілерін тірі күйінде алып отырған. Біріккен ұлттар ұйымындағы Қытай трибуналының айтуынша, осындай зорлық-зомбылық Шыңжаңдағы мұсылмандарға, қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға, онымен қоса тибеттіктерге және кейбір христиандық секталарға қолданылған. Дерек көздерге сүйенсек, 21 ғасырда Қытай жерінде 1.500.000-ға жуық адам осындай әдістермен өлтірілген. Қазіргі уақытта Қазақстанда 55 қытайлық зауыт салынады деген ақпарат көпшілікке тараған болатын. Осыған қарсы көптеген қарсылық акциялар өткені бәріңізге белгілі. Әрине, бұл акциялардың өтуі өте дұрыс. Өйткені бұл экономикалық экспансияның алғашқы қадамы болуы мүмкін. Билік басындағылар зауыт салынбайды деп қаншалықты халықты сендіргісі келсе де, алайда осыған дейін теңге құнсызданбайды, бензин қымбаттамайды, аналардың жағдайы жақсарады, жалақы көбейеді деген сияқты қырық өтіріктерге барлықтарыңыз қанық боларсыздар. Негізі, зауытты салуға рұқсат етуге болар еді, егерде бірнеше маңызды сұрақтарға жауап берілсе. Мысалға, бұл жоба таза Қытайдікі ме, әлде ортақ жоба ма? Яғни бұл зауыттардың иесі кім? Бұл сұрақтардың қаржылық мәселеге келіп тірелетіні жасырын емес. Қазақстанға қандай қаржылық пайда болады? Ол да анық емес. Сыбыстарға сүйенсек, бұл зауыттарды салықтардан босататын көрінеді. Зауыттар жақсы пайда тауып жатса, сөз жоқ, олар кеңейе береді. Қазақстанның нарығын жаулап алады. Мысалға, мұнай саласын аламыз. Осыдан 10 жылдай бұрын Қытайдың бұрғы компаниялары Қазақстанға келіп, қызмет бағасын төмендетіп, шығынданып жұмыс істей бастады. Осылайша, сұранысқа ие болып, қазақстандық бұрғылау компаниялары банкрот болып жатты. Қазақстандық компаниялар толықтай нарықтан кеткен кезде, Қытай компаниялары қызмет бағасын 3 есеге қымбаттатып жіберген. Кезінде баға өкілдері қытайлық СМПС Ақтөбе мұнай-газ компаниясының тендерлік құжаттамада біздің компаниялар орындай алмайтын шарттар қоятынын жазған еді. Мысалға, қазақстандық өндірушілер 30 күнде белгілі бір көлемдегі штангаларды өндіре алады. Ал тендер өткізетін қытайлық компания осы штангаларды 10 күнде жеткізуді талап етеді. Ал қытайлықтардың өзі бұл штангаларды тендер басталмай тұрып елге әкеліп қояды екен. Осындай әділетсіз бәсекелестіктің кесірінен қазақстандық өндірушілер банкрот болып, қазақ нарығын қытайлықтар жаулап алып жатыр. Ең басты сұрақ, бізге бұл зауыттар керек пе? Әрине керек. Бірақ та оны неге өзіміз салмасқа? Немесе салыну процесін өзіміз қадағаламасқа? Тарихқа сүйенсек, 10 жыл ішінде америкалықтар Кеңес одағында 1500-ге жуық зауыт пен фабрика салған. КСРО-ға 200.000 америкалық инженер, техниктер келіп, 2 миллионға жуық кеңестік мамандарды даярлап шығарған. Салынған зауыттар соңында кеңестік болып қалды. Жобаларға қатысты ең маңызды мәселелерді Кеңес одағының өзі қабылдады. Қызылорда облысының Шиелі ауданында 2018 жылы цемент зауыты іске қосылды. Осыдан кейін Қодаманов ауылында шаң-тозаңға шағымданушылар, ауру сырқаулар көбейген. Зауыт саларда халықтан ешкім сұрамаған, әрі зауытты ауылға тақап салған. Ендігі мәселе, Қазақстанға Қытай тарапынан әскери қауіп бар ма? Бірнеше жыл бұрын Қытай мен Ресей бірігіп Қазақстанды бөліп алады деген әңгіме шыққан еді. Бәрі де мүмкін. Бірақ та Ресей бұдан не ұтады? Қытайды күшейтіп, өзіне жақындатып алады. Қытайға жаңа жерлер керек жоқ, өзінің жері көп деген бос әңгіме. Қытай аумағының үлкен екені рас, алайда оның көпшілігі таулар, шығысында Тынық мұхиты, оңтүстігінде халқы көп Азия елдері, солтүстігінде әлсіз болса да ядролық держава Ресей. Ал батысында 18 миллион халқы бар, мұнайлы, газды бос алып аумақ жатыр. Осындай оңай жемтікті көргенде олардың көздері қанталайтыны жасырын емес. Қазақстанда қазірдің өзінде 300.000-ға жуық Қытай тұрады.
Бұл жердегі ең басты мәселе Қытай қаупінен құтылудың жолы қандай? Оның бір ғана жолы бар. Қытай біздің тағдырымыз, Қытай тілін үйреніңіздер деп бізді Қытайға жығып беріп жүргендерден құтылу. Халықты билік басына әкелу. Оян қазақ, ойлан қазақ.